біздің елдегі оқып жүрген бауырларымызға, енді бізде шәкіртпіз ғой әлі. Негізі пайғамбарымыз утлу бил илма минал махди иля лахди дейді. Білімді бұл тал бесіктен жер бесікке дейін талап ет деді. Яғни адам ілім алудан ешқашан тоқтамау керек, намыстанбау керек. Жасым үлкейіп кетті, не қылып кетті деген сияқты. Әлі ниетіміз бар, мысалға магистратура оқитын, докторантура оқитын деген сияқты. Құдай сол ілім жолынан алыстатпасын. Өйткені пайғамбарымыздың күшті хадистер бүйтіп енді мағыналарын бүйтіп жинаған кезде не білім беруші бол, не алушы бол, не соларды тыңдаушы бол, не жақсы көріп оларға жәрдем беруші бол, бесіншісі болма, құрисың деген хадис бар. Яғни білім жолынан алыстадың, онда құрисың деген сөз. Ол қай салада болса да, ол дүнияви сала бола ма, ол медицина бола ма, ол шарғи сала бола ма, кез келген адам өзінің жолында сол саласында білімді тоқтатпау керек. Мен болды, осы жерге дейін жеттім, қорғайтынды қорғадым деген нәрсе болмайды. Өйткені жылда айтатын бір қағидамыз бар, тұрып қалған су сасиды болды. Тоқтаған су сасиды, бұл қағида қатып қалған. Сол үшін де мынау ілім алып жатқан бауырларымыз мінекей бірінші семестрлері оқу жылы аяқталып жатыр. Екі түрлі ойда жүргендер бар, оқудан шығып кетсем ба, тастап кетсем ба, немесе тәртібі үшін оқудан шығайын деп жүргендер бар. Қаражат жетпей жүргендер бар. Әр түрлі сынақта жүрген бауырлар, біреуінің зейінде проблема болып жатыр деген сияқты. Не айтамыз? Біріншіден, ең бірінші студенттің өзінің бойында сезіну керек болған нәрсе, бұл үлкен аманаттың, жүктің бар екенін сезіну. Өйткені үкілеп, әке шешесі қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, бар жиған тергенін балам үшін деп, анжақта өздері аш отса да айтпайды олар. Мен аш отырым деп айтпайды. Сенің қарның ашып қалған жоқ па, сен аяғың тоңып қалған жоқ па, жылы киініп жүр, бүйтіп жүр, сөйтіп жүр деп, сені күнімен, оны ұмытып кетесің сен. Группаластарыңмен жүруің мүмкін, ары, бері кинолар бар, не бар, сабақтар бар, экзамен күндері бар. Сен ұмытып кетесің үйдегілерді. Бірақ үйдегілер бір сәт сені жадынан шығармайды да. Солар үшін еңсеңді тік ұстауың керек та. Солар үшін оқуға, енді Алла үшін дегенмен оны істемейді, бәрібір бесполезно, айтып керек жоқ. Ол нәрсе өте ауыр нәрсе. Сол үшін әкең бар, немесе анаң бар, солардың үмітін ақтаймын деген нәрсе сенің ішіңде болу керек. Ол сен жатқызбау керек та. Мен осы қалай болғанда да осы мен үшін қиналып жатқан біреулердің анасы мектептердің полын жуады. Біреулердің анасы біреудің дәрет сындырып кеткен жерін тазалап жатыр да. Бірақ сол ақшасын олар өзі ауырса да аптекаға кірмей баласын салып жібереді да. Сондай ата-аналар бар. Осылай балаларын оқытып жатқанша. Сол нәрселерді сезіну керек бала. Сен өлейін деп жинап, әке шешең ақшаны салып жіберіп жатыр, сен мына жақта лағып жүрсің да. Не сабағың дұрыс емес. Аузыңа салып алған темекі, электронный сигарет, немесе тағы бір не көп қой қазір жастардың арасында пайдаланатын. Дұрыс емес әдеттер. Сондай бір ортаға түсіп кеткенсің, лағып жүрсің. Бірақ ана үйдегілерге оқып жатқан адам сияқты ақша сұрайсың. Оқып жатқан адам сияқты. Немесе пара беріп жауып тастауың мүмкін. Емтихан уақыттарында зачеттарды. Үйдегілерден ақша алып. Ол нәрселер болмайды да, сен сонда осы 4 ай бойы не істедің? Ақыр соңы парамен жабатын болсаң, не істеп жүрсің мына жақта? Босқа общагаға төлеп, квартираға төлеп, жолыңа төлеп, күнделікті тамағың бар, донер. Сондықтан да сол аманатты бірінші сезіну керек оқушы. Ең бірінші. Бұл бірінші нәрсе. Үйдегі әке шешенің әрқашан жадыңнан шығармай, жалпы мынау хадистерде де келеді негізі. Имам Дарақутнида неге ұмытпасам, егер де мен ұмытпасам, бір риуаят келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миғраж түнінде мен Алланың аршысының төменгі бөлігінен бір нұрды көрдім дейді да. Бұл анау «Ахада малакун я Джабраил», «Ей Джабраил, бұл періште ма?» деп айттым дейді да. Жоқ деп айтты дейді Джабраил алейхиссалам. «Ахада набиюн я Джабраил», «Ей Джабраил, бұл пайғамбар ма?» деп айтты дейді. Жоқ деп айтты. «Мән хуа?» Кім бұл? Бұл әрқашан тілі Раббысын еске алудан босамаған дейді. Жүректері мешітке байланған дейді. Екінші сипат. Үшінші сипатын айтады. Осы бізге мен айтайын деген. Үшінші сипаты әке шешесіне тіл тигізбеген деп айтады. Басқалардың тілін тигізбеген. Яғни сен оқымаған кезде сенің тәрбиеңнің иесі кім? Әке шешең ба? Мұғалімің тікелей саған емес, сенің үйіңді көреді ғой. Сен арқылы сенің үйіңді көреді мұғалім. Қандай отбасыдан шыққаныңды сен арқылы көріп отырады. Мынаның әке шешесі демек андай, бұның көргенсіз болуы демек осындай екен ғой деп, сен арқылы отбасыңа үкім шығарады мұғалім. Көрдің бе? Сол үшін де сенің артыңда кім тұр?
әке шешең тұр, отбасың тұр, соларға тіл тигізбеймін деген адам Алланың аршысында нұрға бөленеді дейді хадистер. Енді әлсіз хадис, бірақ амал етуге жарамды хадистердің да. Сол үшін де жігіттер, мына оқып жатқан қарындастар, мысалға кейбір қарындастарымыздың ойы бұзылып жүрген болуы мүмкін. Үйдегілердің ақшасы жетпейді, лучше мен мына жерден осы жерден мынадай жұмыстың реті шығып тұр, осыны істеп деген сияқты. Енді бұл екінші нәрсеге, мен айтайын деп отқан екінші нәрсеге итермелейді да олардың ақшасы. Не ол? Яғни дұрыс емес жолға түсу, дұрыс емес ортаны таңдау. Студенттердің бұзылатын нәрсесі. Енді үйдегілерді қиналтпай қояйын деп осы сияқтан бастайды. Мысалы, ақша не қылуы мүмкін, стипендия жетпеуі мүмкін деген сияқты. Сөйтіп ол қыз жаман ортаға түсіп кетеді. Немесе ол жігіт жаман ортаға түсіп кетеді. Ұрлық істейтін орталар бар. Мысалы, арын сататын қыздардың ортасы бар. Телеграм каналдарға видеосын сататын қыздардың ортасы бар. Немесе тағы андай орталар бар. Көп орталар, неше түрлі. Кәдімгі адамдармен сөйлесіп қалсаң, мына өмірден безіп кеткің келеді, адамдар естіген кезде бар. Өйткені қыз өсіріп отырсың да, ертең қай ортаға түседі, сен қызың білмейсің да. Сол үшін қорқасың.